Неге бір ақпаратты 1040 рет оқысаңыз да есіңізден шыға береді? Өйткені сіз оны 1040 рет оқыдыңыз. Түсіндірейін. Ақпаратты бір рет оқыған уақытта миыңыз оны жаңа ақпарат ретінде қабылдайды. Ал екінші рет оқыған уақытта оны бұрыннан білетін ақпарат сияқты қалай болса солай оқиды. Ал енді елестетіңіз, сіз оны 3 рет, 4 рет, 5 рет оқыдыңыз. Онда миыңыз бұны қабылдаудан бас тартады. Ендеше сіз миыңызбен алысасыз, түсін, оқы дейсіз, ал бірақ сіз өзіңіз алданасыз. Яғни, мен бұны көп оқыдым, ендеше жаттап алған шығармын деп ойлап, сабаққа барасыз, немесе сол ақпаратты қолдану керек жерге барасыз, бірақ онда дұрыс жауап бере алмай қаласыз. Себебі сіз оны көп рет оқыдыңыз. Бір рет және дұрыс оқуды үйренгіңіз келсе, лайк басып, подписка жасаңыз.